Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып шығатын және де өте жылдам дайындалатын ПП сникерс дайындаймыз. Жасалуы да өте оңай. Алдымен банандарымызды бір келкетіп, бірдей формада бөліп шығамыз. Банандарымызды бөліп болғаннан соң, дүкенде сатылатын біздің тұздалған жаңғақтан жасалған паста сатылады. Соны бананымыздың ішкі жағына бір келкетіп жағып шығамыз. Пастамызды жағып болғаннан соң, тұздалған жаңғағымызға батырып аламыз. Пастаның үстіне тұздалған жаңғағымыз тез жабысады. Барлық бананымызды пастаны жағып, жаңғағымызды жабыстырып шығамыз. Банандарымызға жасап болғаннан соң, морозильникке жарты сағатқа біздің сникерстерімізді қойып аламыз. Жарты сағаттан соң морозильниктен алып, еріп тұрған шоколадымызға бір келке болғанша аунатып аламыз. Барлық сникерсімізді бір келкетіп аунатып болғаннан соң, және де жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Жарты сағаттан соң біздің сникерсіміз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді. Сіздермен болған мен Айжан. Баршаңызға ас болсын.